Баршаңызға сәлем. Егер де сіз кешкі асқа не әзірлеймін деп басыңыз қатып жатса, онда ойланбастан осы асты істеп көріңіздер, кеңес беремін. Ең алдымен бізде қамырымызды илеп алатын боламыз. Ол үшін жылы суға тұз қосамыз да, оның үстінен дрожж қосып, араластырып аламыз. Және де оның үстінен кішкене ғана сұйық май құйып, жақсылап тұзы ергенше араластырамыз да, оның үстінен ұнды қосып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Бұл тағамның атауы дұңғандардың ұлттық тағамы момосяй деп аталынатын болады. Бұл тағамның ерекшелігі ашытылған қамыр арқылы дайындалатын болады. Қамырымыз ашығанша осылай бетін жауып қоятын боламыз. Қамырымыз жарты сағаттан соң осылай көтерілетін болады. Оны алып, жақсылап астынан ұн себеміз де осылай оқтаудың көмегімен төрт бұрышты етіп жайып аламыз. Қамырымыздың қалыңдығы қатты жұқа болмауы қажет. Дәл видеода көрсетілгенде қалыңдықта жайып аласыздар. Енді төрт бұрыштеп жайылған қамырымызға жақсылап май жағып аламыз да, біртіндеп әдемілеп орап шығамыз. Енді біздің қамырымыз жақсылап әдемілеп кесілу үшін үйдегі бар осындай жіпті аламыз да, осылай қамырымызды дәл видеодағыдай кесіп алатын боламыз. Барлық қамырымызды кесіп алғаннан соң мантываркамызды алып, осылай астын майлап, біртіндеп осылай салып шығамыз да 40-45 минутқа қайнатып бұқтырып пісіріп аламыз. Ал енді біз подливасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге ет қажет болады. Және де осындай пияз, картошка сәбізімізді жақсылап ашып жуып аламыз да, бірінші пиязымызды алып майдалап турап аламыз. Екінші бізде сәбізімізді алып осылай көлденеңінен әдемі етіп турап шығамыз. Келесі картопымызды аламыз да екіге бөліп ұзынынан кесіп шығамыз. Келесі тәтті бұрышымызды алып, осылай үшке бөліп аламыз да, қиғаштап турап аламыз. Қызып тұрған майға етімізді салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз да, оның үстінен пиязымызды салып, оны да қызартып қуырып алып, келесі сәбізімізді, картопымызды салып, қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, приправа қосып аламыз. Ең соңында тәтті бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз да, бір ас қасық томат салып, араластырып, оның үстінен керегінше су құйып, бір лавр жапырағын салып, жақсылап бетін жауып, қайнатып бұқтырып қоямыз. Осылайша біздің ерекше өте дәмді болып шығатын кешкі асымыз дайын болды. Егер де менің видеом ұнаған болса, каналыма жазыл, лайк басып, комментария қалдырып кетіңіздер. Ас болсын!